Бұл әлемді өзгерткен адам. Оның есімі Алан Тьюринг. Барлығы жай ғана ойланудан басталды. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда әлем құпия хабарламаларға толды. Нацистік Германияның Enigma шифры тоқтаусыз жұмыс істеді. Осы қауіпке қарсы тұру үшін үздік ақыл-ойлар Бличли паркке жиналды. Солардың ішінде жас математик Алан Тьюринг те бар еді. Enigma күн сайын өзгеретін мыңдаған комбинациялы машина. Оны бұзу мүмкін емес деп ойланды. Тьюринг бір ғана жол бар екенін түсінді: адамнан жылдам жұмыс істейтін машина жасау. Осылайша тарихтағы алғашқы криптография есептеу машиналарының бірі бомба дүниеге келді. Команда күн-түн демей жұмыс істеді. Әр айналған барабан жаңа үміт, жаңа мүмкіндік. Ақыры машина Enigma кодын бұзды. Бұл соғыстың бағытын өзгертті. Тьюрингтің еңбегі миллиондаған адамның өмірін сақтауына себеп болды. Бірақ оның жетістігі ұзақ уақыт құпия болып қалды. Бүгінде Алан Тьюринг заманауи компьютерлердің әкесі. Оның өмірі мен еңбегі көптеген фильмдерде бейнеленген. Ең танымалы игра в имитацию. Тьюрингтің ақылы мен ерлігі әлемге мәңгілік мұра болып қалды.